Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын, қамыры жыртылмай, езілмей пісетін, өте дәмді манты дайындайтын боламын. Ендеше видеоны өткізбей, соңына дейін көріңіздер. Және де арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажет 1 килограмм ұн. Електен өткізіп аламыз. Енді ыдысқа 400 грамм салқын су, 1 жұмыртқа, 20 грамм сұйық май және де дәміне қарай тұз салып, тұзы ерігенше араластырып аламын. Еріген соң ұнның үстіне құйып, қамыр илейміз. Бастапқыда қамырдың басы бірікпей қаттылау болады, бірақ қолымызбен осылай күш сала отырып, ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап илеп аламыз. Илеп алған қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағат өткен соң тағы да қайтарып илеп қоямыз. Мантының жақсы шығуы тікелей осы қамырына да байланысты. Сондықтан қамырының иінін қандырып, жақсылап тындырып алуымыз керек. Тағы да осылай илеп, июі қанғанша тағы да қалдырып қоямын. Мінекей, енді 10-15 минут осылай тындырып алған соң, қамырды алып 2 бөлшекке бөліп, мінекей, арасында ешқандай түйірі қалған жоқ. Осындай әдемі қамыр шығады. Енді қамырды 2 зуала жасап, пакетке салып, тағы да 20-30 минутқа демалдырып аламыз. Ал оған дейін мен мантымыздың салмасын дайындайтын боламын. Мінекей, менде бұл жерде 2 килограмм фарш, майы да бірге өткізілген. Бұл жердегі рецепт үлкен манты қазанмен 1 қазан шығады. Және де, егер мантыны сочный болған қаласаңыздар, пиязды көп мөлшерде қосыңыздар. Пиязды осылай кубиктап, ұсақтап, турап қосатын боламын. Пиязды осылай майдалап, ұсақтап, турап қосамыз. Және де, бұдан соң тұз, дәміне қарай, және де бұрыш салып, араластыратын боламыз. Егер қаласаңыз приправа немесе зере қоссаңыз да болады. Мантымыздың салмасы дайын. Мінекей, енді әбден тынып, июі қанған қамырымызды аздап ұн сеуіп, жұдырығымыздың көмегімен айналдыра басып, жұқартып шығамыз. Осылай жұқартып алсаңыздар, қамырларымыз дөңгелек болып жайылады. Осылай әбден жұдырықтың көмегімен жұқартып аламын. Сонда қамырдың жайылуы да тез болады, әрі дөңгелек болып шығады. Енді оқтаудың көмегімен жай ғана шетінен баса отырып жаямыз. Тек 2 шетінен басып отырсаңыздар, қамыр бір тегіс, әдемі, жұп-жұқа болып жайылады.
Мінекей қамырымыз да дайын. Жұқа етіп осылай жайып аламыз. Мантының қамыры жалпы жұқа болғаны дұрыс. Енді оқтауға орап, осылай жайып, кесуге дайындап, жинап шығамыз. Ал енді 4-5 саусақтың көлемімен бірдей етіп кесіп шығамын. Енді осы кесілген қамырдың әрбір бөлігін бірінің үстіне бірін қойып шығамын. Осылайша бұны да 4-5 саусақ көлемінде кесемін. Осылай 4-5 етіп, осымен қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды жайып шығып, шамамен бір ас қасықпен салмасын салып шығамын. Ал енді осылай шет-шеттерін жабыстырып, түйіп шығатын боламын. Енді бұл әдісті барлығы білетін шығар деген ойдамын. Осылай барлық мантымызды дайындап аламыз. Мінекей мантілерімізді түйіп, алдын ала дайындап алдық. Енді манты салатын мантаваркамызды осылай сұйық маймен міндетті түрде майлап аламыз. Мінекей осылай майлап алып, дайын тұрған мантілерімізді арасын жақындау өтіп қойып шығамыз. Арасы жиі жақындау болғаны дұрыс, әйтпесе пісу барысында мантымыз жайылып, өз формасын жоғалтып алады. Одан соң мантының бетін тағы да сұйық маймен майлап шығамыз. Осы аралықта біздің суымыз да қайнап дайын тұруы керек. Осы мантымызды қойып, қақпағын жауып, 40-45 минутқа қоямыз. Осы уақыт аралығында мантымыз пісіп, дайын болады. Одан соң ыдысымызға салып, қалауыңызша сәндеп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қамыры жыртылмай, дана-дана әдемі болып пісіп шығады. Бетіне осылай подлив жасап қойсаңыздар да болады. Мінекей достар, осымен біздің мантымыз дайын. Егер видео рецепт пайдалы болған болса, немесе ұнаған болса, арнама міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Жанар, назарларыңызға рахмет.